Мы собираемся здесь, в этом зале, и с детьми, и по классам, параллельно уже еженедельно собираемся с детьми, проводятся эти мероприятия. Показываем, наши гости не первый раз здесь. Вот в течение второго, уже третий месяц начался, мы уже где-то четвертый раз встречаемся здесь в большом количестве с родителями и с детьми проводится. Поэтому чем чаще мы будем собираться, тем доступнее для детей об этом знать и беречь себя от всяких таких негативных последствий. Қазіргі біздің лайықында актуальный проблемамыз жасөспірімдердің осы есірткі бизнесіне араласуы, оңай ақша тауып іздеу. Қазіргі кезде талабында закладчиктер, сократки деп айтамыз ғой, сондай жұмысқа орналасып оңай ақша табуға жасөспірімдер. Келе ма? Осылай ссылкамен жүр, біз саған жұмыс тауып береміз дейді. Жазады сол кезде екеуінің арасында переписка басталады, не жұмыс деп сұрайды ғой. В общем, біздің жұмыс аса заңды емес дейді ғой, былай айтқанда. Не істеу керек дейді, мынандай жерге барасыңдар, мына бір затты аласыңдар, мына бір жерге жабыстырасыңдар, бізге суретке түсіріп жібересің дейді. Ол наркотик. Есірткі зат. Оны жаңа сен алып, басқа жерге барып жабыстырдың ғой. Суретке түсіріп жібердің, сен уже есірткінің таратушы болып саналасың. Ол қылмыстық уже жауапкершілікке тартыласың. Қылмыстық кодекс бойынша 297 бап. Ол жерде бірінші бөлігінің өзі 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру шектеу жоқ. Ол жерде бас бостандығын шектеу деген жоқ. Бірінші рет сотталып отыр, бұрын соттан оған қарамайды. Аса ауыр қылмыстар санатына жатады. Кез келген ата-ана балаларының болашағына, олардың әртүрлі зиян заттардың әсерлерінен келетін қауіпке бейжай қарамауымыз керек. Жаңа менің прокуратурадағы әріптесім айтып өтті. Бәріміз жұмыс бастымыз, таңертеңге кешке келеміз, өзіміз де бала асырап отырмыз, балаға дұрыс көңіл бөлмейміз. 7-ші сыныптан бастап қарау керек балаларға. Өйткені қазір білесіздер, біздің елімізде синтетикалық есірткі деген қаптап кетті.